ғасыр мен 20 ғасырдың тоғысында өмір сүрген жезтаңдай ақын, суырып салма жырау, өрен жүйрік айтыскер ақындардың бірі. Ол 1835 жылы маусым айында Текелі тауының күнгейіндегі Жолбарыс сайында дүниеге келген. Бақтыбайдың елі жалайыр ішінде сиырша аталады. Бақтыбайдың бабасы аңламас. Одан тараған ұрпақтарды шежіре түрінде былай көрсетуге болады. Бақтыбай негізінен өрен жүйрік айтыскер ақындардың бірі. Ол бүкіл өмірінде Бұқара жағында болып, халықтың жоғын жоқтап, мұңын мұңлап, мүддесін қорғап өткен. Ол әйгілі Сүйінбай Аронұлы, Жамбыл Жабаев, Әсет Найманбаев секілді ақындармен өлең арқылы Ардандан, Арсалаң, Мәйке, Бәйімбет сияқты өнер саңлақтармен сайысқа түскен. Бақтыбайдың екінші бағы шын мәнде Мәйке. Бақтыбай Мәйке Бәйгөз қызын айтыс үстінде жеңіп, өзіне мәңгілік рухани жұп жары етіп үйленген. Ақын Мәйке Бақтыбайдың екінші тынысы ғана емес, оның жыр мұрасын 30 жыл бойы жатқа айтып, бүгінгі ұрпаққа жеткізіп кеткен қазына ана. Бақтыбайдың үрім бұтағы жайлы сөз қозғар болсақ, оның бірінші перзенті Нүсіпбек, екінші перзенті Нұрыш. Нүсіпбектен ұрпақ жоқ, ал Нұрыштан тараған ұрпақтары қазіргі уақытта осы өңірде өмір сүріп жатыр. Бақтыбай бас иген ақын Қабан жырау. Асанұлы Қаблиса Қабан жырау Бақтыбайдың әу баста түсіне кіріп аян берген. Бұл жөнінде ақынның өзі: менің атым Бақтыбай, домбырамды қақтымай, ақын Қабан әулие өлең берген Бақтымай деп жырына қосып кеткен. Бақтыбай мұрасын, өмірбаянын зерттеушілердің бірі этнограф ғалым Ораз Исмайылов. Ол кісі зерттеулер нәтижесінде Желқобыз жинағын, 2000 жылы Бақтыбай атты кітабын жарыққа шығарған. Ал 2005 жылы ақынның туғанына 170 жыл толуына орай Ораз Исмайылұлының жинастыруымен ақынның жарыққа шықпаған өлеңдері, толғауларымен толықтырылған басылып жатқан Қазынам атты кітабы жарық көргенін зор қуанышпен айта аламыз. Осы жинағында ақын мұрасын зерттеуді бірнеше тақырыптарға бөліп қарастырады. Сондай тақырыптардың бірі ақынның өлеңдерін талдау. Осы тұрғыда мектебіміздің 9-шы сынып оқушысы Жарылғапова Ботагөз Бақтыбай Жолбарысұлының ақындығы туралы өлеңдерінің негізгі түйінін ашу мақсатында ізденіс зерттеу жұмысын жүргізіп, Кіші ғылыми академияда ғылыми жұмысын қорғап келеді. Ақынның аманатындай болған «Кім қалар» өлеңінде басымда белгі тұрса болады да, демеймін көк шатырлы үйім қалар, қиыны жататұғын тарлақатта, сайраған құмар бұлғыл тілім қалар, деп артына сөз қалдырыпты. Сол сөзіне орай 1990 жылы оның зиратының басына зәулім ескерткіш орнатылды. Ақынның туған ауылы ақын атымен аталса, 1992 жылы 22 мамырда мектебімізге ақын Бақтыбай Жолбарысұлы есімі берілген тұрады. Сонымен қатар, осы мектептің оқушылары мен ұстаздары жыл сайын ақынның зират басына барып зиярат етіп қайтады.
Жылғы оқу жылында мәдени мұра бағдарламасы аясында 10 сынып оқушылары ақынның ескерткішінің басына барып қайтты. Онда мектеп директоры Нұртай Мүсірәліұлы Тұнбаев ақын Бақтыбай мен Мәйке Байгөзқызының зиратының басында ақынның өмірі, мұрасы жайында оқушыларға қызықты деректер келтіріп сыр шертті. Бұл енді біз мына жұма күні Бақтыбай атамыздың басынан балаларды алып келіп, осы жерді көрсін, білсін деп, Бақтыбай атамыздың Мәйке апамыздың зиратына келіп тәу етіп, балаларға көрсетіп, мына қыстан шыққаннан кейін мына ненің жан-жағының бәрін тазалатып, балаларға тәрбие болсын деп осындай шара істеп жатырмыз. Аршаш апайлары, Анар апайлары келіп, балаларды бастап келіп, осы жерде осының басына тәу етіп, Құран оқытып, сондай жұмыс жасадық. Әруағымен қолдап, қорғап жүрсін деп аталарымыз. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Раушан Құрманғалиева ақын шығармашылығын насихаттау барысында ақынның қыз құлаған дастанының мазмұны бойынша сахналық қойылым әзірлеп жатқандығын айтты. Оқушылар дастаннан үзінді оқыды. Соңынан мектеп оқушылары ескерткішінің айналасын тазартты. Ақын Бақтыбай Жолбарысұлының бізге жеткен мол мұрасы бар. Өлеңдері қаншама. Оның ішінде күйлері, дастандары да бар. Едіген арын, қыз құлаған, төрт мысал деген сияқты дастандары. Сондай көңілге қонымды, нәрлі шығармалар деп айтуға болады. Мерейтойының тойына қарсы құрмет ретінде кесенесіне келіп тұрмыз. Біріншіден келген мақсатымыз, басты мақсатымыз ақын атамыздың қыз құлаған дастанын сахналап қойылым қойсақ деп едік. Сахналап осы дастанды драмалық шығарма ретінде жазып та шықтық. Соны қоюға рұқсат сұрағымыз да келді бір жағынан. Екінші жағынан тәж етіп Құран бағыштамақпыз. Бір қыз бар қыз құлаған текелде, тауының балдырғанды етегінде, ескі өмір, ескерткіш ескі өмірдің куәсіндей тұрады дәйім тәжім етеді де. Ол қыздан адам түгіл аң жүре алмас, шөбі аз, бұтасы жоқ бос салдыр тас, астында шаршуы көбік шашып, жансыз тұр қыз құлаған игендей бас. Жақында жергілікті айтыскер ақынымыз Айтақын Бұлғақовпен жолығып, Бақтыбай Жолбарысұлының ақындық мұрасы жайында пікірін тыңдаған едік. Қазақ ауыз әдебиетінде 3 тұлға бар десек, соның бірі де бірегейі осы Бақтыбайға тіреледі. Жетісу аймағындағы ақындардың көш басында тұратын айтыстың алтын діңгегі Сүйінбай, содан кейін Бақтыбай. Біз Сүйінбай мен Бақтыбайды бөліп қарамауымыз керек. Бұдан анау 2005 жылдары Сүйінбайдың 190 жылдығы аталып өтілгенде біз дабыл қаққанбыз Бақтыбай неге қалып қойды деп. Ол кезде мен мақалада жазған едім газетке, Бақтыбайдың жазығы жала ермеді деген. Бұл Сүйінбай мен Бақтыбайдың арасындағы байланыс қандай десек, Сүйекең қартайып отырғанда Бақтыбай іздеп барады. 20 жас үлкендігі бар Бақтыбайдың, Сүйінбайдың, Бақтыбайдан. Іздеп барған кезде Сүйінбаймен амандасқанда Сүйінбай кәдімгідей Бақтыбайға ақындық көзқарасын беріп, ақындық танымын білдіріп, сәт сапар тілеген. Ұрпақтар сабақтастығы үзілмегендіктің дәлелі, кейін Бақтыбайды Жамбыл Қожаберген деген кісінің үйінде отырған кезде Жамбыл іздеп келеді. Іздеп келіп, Сүйінбайдан баталғандығын біліп, Сүйінбайдың алдынан өткендігін біліп, Бақтыбайға зет көрсетеді Жамбыл. Сол кезде Бақтыбайға Жамбылға Бақтыбай бата берген. Екі пірімнің бірі деп бір тұтқан Жамбыл. Біз Жамбылды бүткіл әлем халқы біледі. Әлем жанарашы халқының арасындағы 20 ғасырдың өмірі Жамбылды деп танылса, Жамбылдың айналасындағы ақындар кімдер? Жамбылдың ұстазы Сүйінбай. Сүйінбайдың алдын өткен. Әйтпесе Жамбыл азы алты қалды Құлманбетпен айтысқан. Құлманбетті екеуі жерден алып жерге салысқан. Ал Бақтыбайдың алдына келгенде соншалық ізет көрсетуі Жамбылдың. Бұл нені көрсетеді? Бұл ұрпақты ағаны іні сыйлаудың, әдептіліктің ізін көрсеткен.
ет қызуыменен. Ал Шынтыбайдың келген кезде Құлманбет пен Бақтыбайдың арасында да сыйластық қатты болған. Бірақ ру тайпалар бірін-бірі қайрап, жаңа қатты сөз айтып оятқан дейін барысқан. Егер айтсам, бұрынғы айтыстың өзіне қарасаңыз, аузайтын бас көзге қарамай, басың тас, көзің соқыр деп негендіктің астына. Әйтпесе айтыстың ақындар арасындағы сыйластық өгізді де өзінің сатысынан аспаған. Міне біз Бақтыбайды осы тарихынан көп қарауымыз керек. Бақтыбай өте ауыр кезеңде бастан өткерген адам, жоқшылықтың зардабын тартқан адам. Ал енді Сүйінбай кешегі 11 күн көшіне ілесіп жүріп, Қабан жыраудың көшіне ілесіп жүріп, Сүйінбай 11 күн көшке ілесіп жүріп Қабан жыраудан бата алады. Сүйінбай атамыз. Ал Бақтыбайға Қабан жырау ешкі бағып жүрген кезінде өзіне аян береді, жаңбырдан паналап тасыншын ұйықтап жатқан жеріне. Міне, бұл бөліп қарамау керек деген мәселе мен осыдан айтамын. Ылғи мақала жазғанда да біз осыны айтамыз. Ораз Смайыловтың кітабында да осылар терең айтылады. Жан-жақты зерттеген. Бір Ораз бұны қатты зерттеген адам. Бақтыбайдың атына мектеп беріп қойып, Бақтыбайдың атына көше беріп қоймен дүние шектелмейді. Бұны ұрпақ санасына мәңгі сіңіру үшін Бақтыбайдың айтыстарынан бөлек, оның жыршы екендігін, жырау екендігін назардан тыс қалып жатыр әзір. Бәрі екенін бір сұрасам, Бақтыбай ақын дейді. Әйтпесе тезек төренің балды алдыр жалайырдағы заман жоқ ақын деп шал жияр деп екінің бірі тезек төренің есігін қағып кіре алмайды. Тарихта екі адам қағып кірген төренің алдында. Жетісудағы тезек төренің алдында. Біреу Сүйінбай, біреу Бақтыбай. Анау батыста Рүстем төренің алдына жанақ барады. Көрдіңіз бе? Жетісуда екі адам бар, екі ақын барған азулы. Екеуі де тезек төре жоғары бағалаған. Мен екі ақын көрдім деген. Біреу Сүйінбай қызын, біреу Бақтыбай деп. Міне бұл төренің кешегі төрелердің, ел билеген төрелердің ақынға деген көзқарасын білдірсек керек. Мынау Бақтыбайдың айналасындағы ақындар, одан бергі ақындар, Жетісудың жеті ақындарының ішіндегі Қалқа Жапсарбаев та Бақтыбайды жоғары бағалаған. Әбікен Сарбаев кейінгі ақындардың толқыны Бақтыбайды. Қалқа Жапсарбаев, Әбікен Сарбаев 18 жыл ұстаздық етсе, Қалқа Бақтыбайға табынып кеткен, Бақтыбайға табынған. Енді Алла бірінші шариғат тілінде Құдайға табынады ғой, Аллаға табынады. Бірақ өзінің ұстазы, тәлімгер ретінде Қалқа Бақтыбайды өте жоғары бағалаған ақын. Әр сөзінде, әр дастанда Бақтыбайдың несін айтып отырады. Сосын Бақтыбайды, біз Бақтыбайдың өзін ғана айтып қана қоймауымыз керек. Бақтыбайдың айналасындағы, оның отбасы, ошақ қасындағы Мәйке жарының Бақтыбайдың айтысып алған қызы. Мәйке Бақтыбайдың Бақтыбай болуына Мәйкенің де көп көмегі тиген. Біз бұл жерде Мәйкенді назардан тыс қалдырмауымыз керек. Ер жігіттің асыл жары қасындағы. Жақсы атын шығаратын да, жаман атын да шығаратын асыл жары. Сондықтан Мәйке Бақтыбайды айтқан кезде біз Мәйкені қоса айтып жүрміз керек. Мынау ақын Сарада кешегі Тастанбек қызы Бақтыбайды жоғары бағалаған. Бұл ұрпақтар алдындағы сабақтастықты жалғастыратын болсақ, осы Жетісу ақындарының ішіндегі ойып тұрып орын алатын ақындардың ішінде Сүйінбай, Жамбыл, Сара, айта берсең ақындар көп қой, толағай 90 атауға болады. Осылардың орны ішіндегі бөлек тұлғасы осы Бақтыбай. Жетісу ақындарының ішіндегі екі көшбасшы бар. Оны қайталап айтамын, біреу Сүйінбай, екіншісі Бақтыбай. Қазақ халқы жер бетінен жойылмайынша Бақтыбай мен Сүйінбай жойылмайды. Екі ақын, екі тұлға, екі тау деп мен есептеймін.